Қалайсыздар, мемлекеттен 1.225.200 теңгені қалай аламыз, оны және кімдер ала алады? Көпбалалы аналар, аяспа алушылар, 29 жасқа дейінгі жасөспірімдер, жұмыссыз, дипломсыз жандар, епісі жоқтар, оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударғандар, үйінде мүгедек бала асырап отқандар. Достар, маған подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Бұл атылған ақшаны алған жандарға ескерту. Кредитін жабуына, үй кезегіне тұруға, көлік алуға, үй салуына жұмсауларына болмайды. Тек қана өз бизнесін ашуы керек. Себебі әрбір ақшаға жауап бересіздер. Достар, ол әрбір ақшаның судың сұрау бар демекші, әрбір ақшаның тентебінен жауап бересіздер. Кім не десе де өздеріңізге сеніңіздер. Ал сәттілік. Мен видеоны көбісіңіз көресіздер, бірақ тіркелмедіңіздер. Өтініш тіркеліп кетіңіздер. Алда сіздер талай жаңалықтар күтіп тұр.